Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Learning Apps платформасын көркем еңбек пәнінде тиімді пайдалану жолдары туралы қысқаша таныстырып өтемін. Learning Apps бұл мұғалімдерге интерактивті тапсырмалар құрастыруға мүмкіндік беретін ыңғайлы онлайн платформа. Аталған платформаны көркем еңбек сабағында қолдану оқушылардың қызығушылығын арттырып, шығармашылық қабілеттерін дамытуға үлкен көмегін тигізеді. Мысалы, жаңа тақырыпты бекіту кезінде сәйкестендіру, жіктеу, кім жылдам, сөз жұмбақ сияқты интерактивті тапсырмаларды қолдануға болады. Оқушылар құрал жабдықтардың атауын, материал түрлерін, техника қауіпсіздігі ережелерін ойын түрінде қайталайды. Бұл олардың есте сақтау қабілетін жақсартып, сабақты жеңіл қабылдауына әсер етеді. Сонымен қатар Learning Apps арқылы сараланған тапсырмалар дайындауға болады. Яғни, оқушылардың деңгейіне қарай әр түрлі күрделіліктегі тапсырмалар ұсынып, жеке жұмыс жасауға мүмкіндік беріледі. Платформа нәтижені бірден көрсететіндіктен, оқушы өз қателігін көріп, түзетуге мүмкіндік алады. Қорытындылай келе, Learning Apps платформасы көркем еңбек сабағын заманауи, қызықты және тиімді ұйымдастырудың таптырмас құралы. Интерактивті тапсырмалар арқылы біз оқушылардың белсенділігін арттырып, сапалы білім бере аламыз. Сонымен қатар, Learning Apps платформасын үй тапсырмасын беру кезінде де тиімді қолдануға болады. Мұғалім дайын тапсырманың сілтемесін оқушыларға жіберіп, олардың өз бетімен жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Бұл оқушылардың цифрлық сауаттылығын арттырып, уақытты тиімді пайдалануға үйретеді. Платформаның тағы бір артықшылығы тапсырмаларды сақтау және қайта қолдану мүмкіндігі. Мұғалім өз базасын құрып, әр сыныпқа бейімдеп пайдалана алады. Бүгінгі білім беру үдерісінде заманауи технологияларды қолдану заман талабы. Сондықтан Learning Apps платформасы көркем еңбек пәнін жаңа деңгейде ұйымдастыруға көмектесетін тиімді құрал деп есептеймін.